Манчестер Юнайтед өз рекордын тағы да қайталады. Қандай? АПЛ-дағы ең нәтижелі ойын. 1995 жылы Ипсвич Таунды 9-0 есебімен жеңген болатын. Ал енді дәл осы есеппен Саутгемптонды талқандады. Easy, total 9,5 менші. Сотын 9 деген санға ғашық ау. Екінші жыл қатарынан 0-9 мен жеңіліп жатыр. Өткен жылы Лестерден, енді міне Эмюдан. Екі матчта АПЛ-дағы ең нәтижелі ойын ретінде тіркел. Ральф Хазенхюттл қалай рекорд орнату керектігін біледі. Өмір әуреге салған. Бұл ойында әулелер 9 ойыншымен қалды. Тағы да 9 саны. АПЛ-дағы небәрі екінші матчын өткізген Александр Янковиц пен Ян Беднарик қызыл қағаз алды. Неге оны қызыл деп атаған? Янковиц үшін бұл АПЛ-дағы негізгі құрамда шыққан дебюті еді. Шыға салып, арада 79 секунд өткенде алаңнан қуылды. Жалпы АПЛ-дағы ең жылдам қызыл қағаз Кевин Прессманға тиесілі. 2000 жылдың 13 тамызында Шеффилд Уэнсдей сапында жүріп, Вулверхэмптонға қарсы кездесудің 13 секундында алаңнан қуылған. Ол кезде 13 саны хит болған ау. В общем, соны жаңартуға Янковицте мүмкіндік болған еді. Кешігіп қалды. Здорово, отец. Енді 9-0 есебі АПЛ-да сәнге айналатын секілді. Әр маусым сайын күтеміз. Әсіресе Соттонның матчтарын аңдайық. Бұл нәтиженің қатты таңғалдырған соншалық. Тіпті бидің не екенін білмейтін Рой Киннің өзі бұлқылдап кетті. Қасқырларды зеңбірекпен атсаң да өлмейді екен. Вулверхэмптон Арсеналдың соңғы уақыттардағы бас ауыртары. Өзара соңғы 5 матчын алып қарасаңыз, Вулвезда 3 жеңіс бар. Кеше олар лондондықтарды 2-1 мен жеңді. Все мои волки делают. Бұл ойынға деген жанкүйерлер көзқарасы бөлектеу. Крейг Полсонның төрелігіне артылған сындар көп. Пенальти әділетсіз. Қызыл қағаз көрсетілмеу керек еді. Леноға қызыл емес, сары қағаз беру керек тұғын. Қасқырлар матч бойы жабай ұқсап аяқтан мамалатып теуіп жатыр, бірақ дым берген жоқ. Ол қалай? Деп наразылықтарын білдіріп жатыр. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді жазыңыз. Қашан жазып бітеді екен өз? Бірінші таймның соңында Давид Луис пенальти алып берді. Артынша тікелей қуылды. Бірінші таймның соңында Давид Луис пенальти алып берді. Артынша ойыннан қуылды. 79 минутта Бернт Лено матчтың екінші қызыл қағазын алды. Бұл не болды өзі? Тәртіп мәселесі ушығып барады Арсеналда. Әлде старый добрый Арсенал қайтып келді ме? АПЛ-да бәрінің көтін қыстыратын Арсенал қашан қайтып келеді екен? Қыс қақсау керек қой. Давид Луиздің осыған дейін қызыл қағазды бірнеше мәрте алғанын көрдік. Симуляцияны қатырып жасайтын білеміз. Не қарайсың? Маймыл көрдің ба? Көгерді қайтесің? Су шығырып қапты ғой. Бірақ мына сәтте лайнсмендер мен рефери қандай пенальти және қандай қызыл қағаз ойлап тапты? Ойлап тапқан жоқ даже. Туа салды ғой, туа сал. Пенальти! Ставь пенальти, не имеешь права ты так делать. Ты что, издеваешься, что ли? Турдағы сенсация. Брайтонның Тоттенхемді жеңуі. Гол соққан Троссард. Ал осыдан соң көпшілік Мауриньоны қайтадан автобус жүргізушісі деп айыптап, қайтадан физрук деп атай бастады. Физрук. Новый сезон. Сегодня в 8 вечера. Тоттенхем үшін өкінішті. Бірақ расымен де бұл ойында Брайтон мықты болды. Грэм Поттер командасы лайықты түрде жеңіске жетті. Дәл осы сәтте менің ойыма мына бір картина оралып тұрғаны. Бірақ Тоттенхем жанкүйерлері ренжімеңдерші, өтініш. Барлық жеңістерің әлі алда. Чемпиондыққа үмітті Лестерде жеңілді бұл турда. АПЛ-ға енді ғана оралған Лидстан, яғни Лидс чемпиондық гонкаға түзетулер енгізді. Команда лидері Патрик Бэмфорд ұжымын өзі сүйреп ұпай алып беріп жүр. Челсиге осылайша сәлем жолдады. Лестер қазір сүрінді. Ал қайта тұрған сәтте Шеффилд Юнайтед құлайды. Кетей. Ал Ла Лигада чемпион ақырындап анықталып бара жатқандай. Реал мен Барсаны жеңген Кадисті Атлетико тізерлетіп, екінші орындағы Барсадан ұпай сан 10-ға дейін ұзартты. Ла Лигада 40 голды бірінші болып соққан олар турнирдегі шабуылы мен қорғанысы жағынан ең үздік команда. Ла Лигадағы соңғы 16 матчтың 15-ін жеңген. Үздік бомбардері 14 гол соққан Луис Суарес. Аптадағы басты масқара Реалдың өз алаңда Левантеден жеңілуі. Есеп 1-2. Даже Левантенің соғалмаған пенальтиі бар. Кстати, Реал матчты 10 ойыншымен аяқтады. Ойынан қуылған Милитао. Мадридте Улан Асар Пажар. Өшіретін кім бар? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем. Ақталат маңдай терлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем.